Бәріңізге сәлем, сіздер білетін таңғажайып Марс планетасында адамдар өмір сүрді дегенге сенесіздер ме? Бүгін дәл осы сұраққа жауап айтатын боламын. Видео басталмай жатып арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды қалдырсаңыздар, маған келесі видеоны шығаруға үлкен үлес қосқан болар едіңіздер. Жарайды, видеоны көпке созбай бастайық. Бірінші, Марс қандай планета және онда тіршілік болуы мүмкін бе? Осы туралы айта кетейік. Марс, яғни қызыл жұлдыз, күн жүйесінің күннен бастап санағандағы төртінші ғаламшары, жер тобындағы планеталар қатарына жатады. Марс, күн және жердің өзара бірдей қашықтықта орналасуы орташа есеппен 780 тәулікте қайталанады. Бұл Марстың қарсы тұрыс периодының қайталануы. Марстың қарсы тұрысы Марс орбитасының перигелий маңында болған кезде ол жерге ең жақын болатын 56 миллион километр қашықтыққа келеді. Осы кезде Марс 24-25 градус бұрышпен көрінеді, ал ондағы 60-100 километрлік заттар телескоппен қарағанда байқалады. Осындай кезді ұлы қарсы тұрыс деп атайды. Бұл 15-17 жылда тамыз айында, кейде шілде не қыркүйекте қайталанады. Марс бетіндегі тұрақты жарық және қоңырдақтар Марстың өзара осінен айналуын бақылауға мүмкіндік береді. Марстың осьтік айналу периоды жұлдыздық күн тәулігі 24 сағат 37 минут 22 секунд. Марстағы жыл мезгілдерінің ауысуы және климаттық белдеуге полюстік қоңыржай тропиктік бөлінуі жерге ұқсас, бірақ Марстағы әрбір жыл мезгілі жердегіден гөрі 2 есе ұзақ болады. Марста атмосфера бар екендігін, оның дискісінің шетіне қарай күңгірттенуі мен планетаның тасасындағы жұлдыздардың бәсеңдеп сөнуі мен Марс бетіндегі заттардың айқындылығы жойылуымен дәлелдеуге болады. Марс дискісінің шетінде жеңіл түтін, өте жоғарыдағы жұқа дискреттік бұлттар, планетаның біраз бөлігін тасалайтын тозаң дауыл байқалады. Спектрлік бақылаудың нәтижесі бойынша Марс атмосферасының құрамында 50-ден 100%-ға дейін көмірқышқыл газы, су буының іздері және көміртек тотығы бар екендігі анықталды. 1000 километрден жоғары биіктікте Марс атмосферасының басым көпшілігі сиреген. 1 сантиметрден 104 атомдай сутек атомдарынан тұрады. Марстың бірнеше қабаттан құралған ионосферасы бар. Қазақстандық астрофизик Гавриэль Тихов Марс планетасына жан-жақты зерттеулер жүргізді. Ол Марс бетінде қарапайым тіршілік көздері болуы мүмкін деген болжам айтты. Марста жанды заттар тұрады деген болжамдар температуралық және спектроскопиялық нәтижелермен дәлелденген жоқ. Марс атмосферасында оттектің белгілі болмағандықтан тіршіліктің жоғарғы формасында болуы туралы болжам шындыққа сай келмейді. Алайда тіршіліктің төменгі формасының, әсіресе анаэробтық форманың тіршілік етуі мүмкін. Жарайды, енді біз Марстың қандай планета екенін білдік. Енді Марста табылған адам денелерін зерттеп көрейік. Марстағы жаңалық ғалымдардың күңгірт қорқыныштарын растады. Бұл не? Жаңалық қызыл ғаламшарда тіршілік болған дейді нұсқа. Жаңалық қызыл ғаламшарда тіршілік болған деген нұсқаны растайды. Уфологтардың пайымдауынша, Марстағы адамдар астероидпен соқтығысқаннан кейін планетаны жауып кеткен және таулық лава салдарынан қайтыс болды. Нәтижесінде барлық тірі жан мүсінге айналды. Бұл нұсқаны растау үшін НАСА түсірген таңғалдыратын суреттер жарияланды. Олар тасталған әйелді бейнелейтін, ал оның жанында тағы бір кішкентай мүсін мүмкін бала. Марстардың қалдықтары планетаның астероидпен соқтығысу салдарынан пайда болған Ломоносов кратерінің жанынан табылды. Соққы нәтижесінде лава цунамиі пайда болды, ал планетадағы барлық тіршілікті өлтірді. Vista News хабарлауынша, марсиялықтар ежелгі Помпеи адамдар мүсінге айналғандай мүсінге айналуы мүмкін. Содан кейін жердегілер Этна жанартауынан шыққан лавамен жабылған. Достар, егер де видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға жазылып, лайк қойып, комментке өз ойларыңызды жаза кетсеңіздер қуанып қалар едім. Сіздермен бірге болған керек болар арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.